Аға, қараңыз, менің аюым тұр. Қалайша сенің аюың? Сенікі үйде емес пе? Иә, мына аю менің аюыма ұқсайды екен. Дана, оны әлі ешкім сатып алған жоқ. Ешкімдікі емес. Жай ғана аю. Мына қоянда жай қоян ғана. Егер ақысын төлеп сатып алсам ғана, менің қояным деп айта аламын. Мәне? Енді бұл сенің қояның болады. Дана, тәуелдік жалғау заттың біреуге не бір нәрсеге тәуелді меншікті екенін білдіреді. Қоян сөреде тұрғанда ешкімнің меншік емес еді. Сондықтан қояным деп айта алған жоқсың. Қазір сенікі. Сондықтан қояным деп деген тәуелдік жалғауын жалғап айта аласың. Мынау сенің қоянды сатып алғаныңды растайтын түбіртегің. Зат есім 3 жақта тәуелденеді. Мысалы, бірінші жақ менің қояным, екінші жақ сенің қояның, сіздің қояныңыз, үшінші жақ оның қояны. Мен ойыншық деген сөзді көпше түрде тәуелдейінші. Біздің ойыншықтарымыз, сендердің ойыншықтарың, сіздердің ойыншықтарыңыз, олардың ойыншықтары. Жарайсың. Менің қояным ең сүйкімді. Қайталайық. Зат есімнің тәуелденуі. Тәуелдік жалғау заттың біреуге не бір нәрсеге тәуелді, меншікті екенін білдіреді. Мысалы, қоянды сатып алған соң, менің қояным деп меншіктеп айтуға болады. Зат есім 3 жақта тәуелденеді. Мысалы, бірінші жақ менің қояным, екінші жақ сенің қояның, сіздің қояныңыз, үшінші жақ оның қояны. Ойыншық деген сөзді көпше түрде тәуелдейік. Біздің ойыншықтарымыз, сендердің ойыншықтарың, сіздердің ойыншықтарыңыз, олардың ойыншықтары.